Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге ағзаға өте пайдалы, дәруменге бай асқабақ шырын көрсететін боламын. Асқабақтың денсаулыққа пайдасы өте көп. Видеоны соңына дейін менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Шырынды асқабақтың өзінен немесе асқабақ пен сәбіз қосып жасауға болады, немесе асқабақ, сәбіз, алмадан жасауға болады. Бүгін менің асханамда алма да, сәбіз де, асқабақ та бар. Және 1 лимон, 2 апельсин қосып шырын жасайтын боламыз. Алма 1 килограмм алма, асқабақтан 1 килограмм және сәбізден 1 килограмм. Барлығын жуып тазалап, ашып аламыз, сосын барлығын кубиктап тураймыз. Сәбізді тез пісу үшін жұқалап турау немесе күштен өткізіп жіберуге де болады. Лимон мен апельсиннің соғын бөлек сығып аламыз. Лимон болмаса 1 шай қасық лимон қышқылын қосуға да болады. Бұл шырынды бауырды тазалау үшін де ішеді, ағзадағы зат алмасу процесін де жақсартады, ағзадағы холестеринді шығарады, қан айналымды жақсартады, ағзаны витамин мен минералдарға толықтырады, зиянды токсинді заттардан тазалайды, семіздікті арылтады, ішек жұмысын жақсартады, жүрек бұлшық етін қатайтады, стресстен түсіріп, ұйқысыздықты арылтып, ұйқыны реттейді. Ағзаға өте пайдалы көкөніс болып табылады. Бұл шырынды көбінесе бауыр тазалау үшін ішеді. Енді асқабақты кубиктап тураймыз. Оны да қазанға саламыз. Енді алмамызды кубиктап тураймыз. Бұл жерде 3 килограмм көкөніске 2,5 немесе 3 литр су құямыз. Мен 3 литр су құйдым. Ары қарай газдың отына қоямыз. Қайнауға дейін қайнатамыз. Енді 2 апельсин, 1 лимонды соғынан ажыратып сығып аламыз. Суымыз қайнап жатыр. Енді көкөністеріміз піскенше дейін
30 минуттай қайнатамыз. Орташа отта қайнатамыз. Барлық көкөнісіміз жұмсақ болып пісті. Енді блендердің көмегімен езіп аламыз. Бұл жерде барлығы 3 килограмм көкөніс болғандықтан 300 грамм қант қосамыз. Оған лимон мен апельсиннің солығын да қосып араластырамыз. Қайтадан газге қойып, бір бұрқ етіп қайнатып аламыз. Бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Шырынымыз дайын. Стерилденген банкіге құйып шығамыз. Стерилденген крышкамен мықтап бекітіп шығамыз. Қыстың күні банкін ашқан кезде шырын қою болып жатса, су қосып ішуге де болады. Бөлме температурасында толық суығанша дейін жылы орап қоямыз. Суығаннан кейін салқын жерде сақтауға қоясыздар. Менде мына 5 литр шырын шықты. Жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.